Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен бір жасағаннан шығатын безенің рецептісімен бөлісемін. Менің рецептім бойынша жасап көруге кеңес беремін. Безе дайындау үшін бізге жұмыртқаның ақуызы мен қант керек. Жұмыртқаның ағы мен сарысын ажыратып аламыз. Ақуызды ыдысқа құйып, кішкене миксермен соғып аламыз. Ыдысымыз міндетті түрде құрғақ және таза болуы керек. Ақуызды осылай кішкене көпіргенше соғамыз. Енді осының үстіне қантты азаздан сала отырып, миксердің жай жылдамдығынан бастап жайлап көбейте береміз. Ақуызды осындай аппақ болып көтерілгенше соғамыз. Төңкергенде ыдысымыздан төгілмеуі керек. Енді осыны кондитерский мешокқа саламыз. Пешті алдын ала міндетті түрде 70 градусқа дейін қыздырып аламыз. Противенге міндетті түрде пергамент қағазын жаямыз. Безеге кез келген насадка түрін пайдалануға болады, өз қалауыңызша. Безелеріміз формасын жақсы ұстайды. Осылайша барлығын салып шығамыз да, қызып тұрған пеште 70 градуста 3 сағаттай пісіреміз. Духовкаңызға байланысты көп немесе аз уақыт кетуі мүмкін. Безелеріміз дайын, бір жасағаннан ақ жақсы болып шықты. Астарыңыз дәмді болсын.